Öztürk Aşina. Referi Manap Kapçev. Orta. Ереже сақтаймыз, ереже бойынша 3 раунд 5 минуттан. Сәттілік бұрышқа. Ардақты жанкүйерлер, енді Алматы аренадағы ерекше атмосфераны өздеріңізде осы эфир барысында байқап отырған боларсыздар. Бүгін кештің басты айқасының бірі Арман Ашимов пен әзербайжандық Серхан Валиев арасындағы кездесу. 57 келі салмақ дәрежесі. Ал енді Асу, бұл тұста Арманның басымдықтарын атай өтсек. Арман өз мәнері бойынша қарсыласын торға тақап, сол жерде оған суицид етуге сәттер беріп жатыр. Сол сәтте өзінің сүйікті ударымен, сүйікті оң қолымен құлатады деген ойдамыз қазір. Әзірше бәрі Арманның диктовкасымен болып жатыр. Ешқандай немесе салқынқандылықпен. Ең бастысы сол сәтті моментті ұстап алатын Арман болса болды. Соған үміт етіп отырған Арман бауырымызға. Сөзсіз бұл Арманның жаңағына мансабында біраз уақыт үзіліс болғандығын айтқан едік. Осы М1 челлендж тұжырымы бойынша Арман 6 жекпе-жек өткізді. Соның алтауында өзі шалынып қылап отыр әзербайжандық спортшы. Әзірше Арманға кішкене осы өзінің корондық ударларын қолдану керек деген ойдамын. Арман өзіне тән ширақтығын қазір іске қосты. Шындығында әзербайжандық файтер жасқанады Арманның соққыларынан, ол түсінікті. Және Серхан Валиев енді қаншалықты өзінің айла тәсілін жүзеге асыра алады екен. Тік тұрып төбелесу мәнерінде жалғасуда бұл айқас. Арман барынша өте тамаша оң қолмен құлаштап ұрған соққысы, тағы бір соққысы қарсыласының ішіне өтті. Арман бауырымыз өзінің тұрып төбелесу әдісін әдемі қолданып отыр десек те болады. Бұл жерде ешқандай оның тұрып төбелесу әдісіне ешкімнің несі жоқ. Алып қояды. Бұл тек осы қуалаған кезде мен жақсы күтіп алатын несі бар еді. Қолдар. Яғни қарымта шабуылдау мәнері Арманның қазір енді іске қосылуы тиіс. Осындай қарсыласының алға ұмтылған сәтінде Алматы арена тіпті орнынан тұрып кеткендей, бұл атмосфера Арманға сөзсіз қосымша күш-жігер беру қажет. Әрине. Бірақ Арман асығатын емес. Қарсыласы бір стандартсыз қарсылас деп айтсақ болады. Яғни Арман үшін ебедейсіздеу қарсылас секілді. Ебедейсіздеу қозғалыстарының бәрі бір тұрақты өзінің стойкасы. Өте жақсы, бауырдан тиген соққы және жекпе-жек аяқталды. Міне Арман бауырымыз өзінің стойкасын әдемі қолданды. Сондықтан жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Осындай жеңістерімен әбден күткен қазақ елі Арманның. Шындығында Арманның найзадай қадалған бүйрегінен ұрып нокаутқа жіберді. Мынау енді Арманның найза секілді қарсыласының денесіне дарыған бір соққысы болды. Өйткені мұндай соққылар Асу өзің спарринг барысы болсын білесің ғой. Ауыр болады. Ұрғаннан кейін, бүйрегінен ұстап алғаннан кейін ары қарай неге қанпезерлікке салынбай басынан добиванияны жай ғана көрсетіп, өте жақсы атап өттім. Шындығында өте жақсы атап өттім. Өйткені Арман осы кәсіпқой, қазақстандық кәсіпқой ММА-дағы бір джентльмен азаматтың бірі деп айтуға болады. Өйткені сондай артық іс-қимылы жоқ, өзінің октагондағы жұмысын
5+ дейтін бағаға атқара білетін азамат бүгін тағы мансамдағы жарқын ұзақ уақыт үзілістен кейінгі жарқын жеңіске қол жеткізді. Техникалық нокаутпен жеңген Арман Мұстафа Өзтүрік Ашимов. Арманды тағы бір мәрте жеңісімен құттықтаймыз, ардақ жанкүйерлер. Бізді қуантты. Арманға рахмет.